Ғажайып мынау әлемде табиғат тылсым дүние, сол табиғатпен үндескен адамзат жұмбақ әрине. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін керемет бір ғажайып әлемге саяхатқа шығамыз. Қалай ойлайсыздар, ол қандай әлем болуы мүмкін? Қане ойланып көріңіздерші, ол бір кішкентай ғана шағын мемлекет. Ал олай болса, ол мемлекеттің аты жанұя. Бүгінгі тақырыпта жанұя жөнінде өрбімек. Бұл жанұя әлемінің негізгі ұраны отбасылық бақыт, кешірімділік, сүйіспеншілік, бірлік, шыдамдылық, достық қарым-қатынас. Сонымен оқушылар, жанұясыз адам бұл тамырсыз, сабақсыз, жапырақсыз және жеміссіз ағаш атты психологиялық онлайн тренинг сабаққа қош келдіңіздер. Сабақтың бірінші кезеңі психологиялық дайындық айдары. Еркелету жылулық шеңбері. Қанекей оқушылар, ақ парақ бетіне үлкен шеңбер салыңдар. Үлкен шеңбер ішіне ата-аналарының еркелетіп айтатын жақсы сөздерін жазыңдар. Ол қандай сөздер? Айналайын, жаным, ақылдым, күнім, алтыным деген сөздер болуы мүмкін. Жүректен шыққан жылы сөз жүрекке жетеді. Сабақтың екінші кезеңі ақпарат айдары. Бұл айдарда отбасы туралы ой қозғаймын. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар ұятын, ақыл ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті. Басқадайда еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отбасының жемісі тәрбиелі ұл мен қызы деген. Әке тірек, ана жүрек, бала тілек деген нақыл сөз бар. Сабақтың үшінші кезеңі әңгіме айдары. Бақытты отбасы әңгімесін тыңдаңыздар. Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Олар әрдайым тату болыпты. Оны естіген патша таңданып, үй иесінен отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді. Қарт үнсіз ғана 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірім, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып береді. 3 сөзді оқып патша таң қалып, осақ па дейді. Иә, деді ақсақал, барлық жақсы отбасылар тек осы қасиеттерден құралады, деді. Сәл ойланып, және шыдамдылық деген сөзді қосып қойды. Оқушылар, осы әңгімеден ой түйіндейік. Өсиет әңгіменің мәні неде? Отбасының татулығын ұстап тұрған қандай қасиеттер екен? Ойланайықшы. Сабақтың төртінші кезеңі қызықты психологиялық тест айдары. Өзіңді білгің келсе тестті орындаймыз. Ақ параққа өз ойыңыздағы мына бейнелерді салыңыз. Күн, тау, үй, ағаш, қапшық, жол, сақина, гүл, жылан. Салып біткен соң өз суретіңізге мұқият қарап, тест кілті бойынша талдау жасаңыз. Бұл тесттен сіздер өзіңіз жайлы көп ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Сабақтың бесінші кезеңі кеңес айдары. Жанұя жарасының сыры неде тақырыбындағы кеңестерге назар аударып, мұқият оқып шығып, берілген кеңестер отбасыңыздың беріктігін, жылылығын, бақытын одан ары нығайта түседі деген ойдамын. Сабақтың соңғы кезеңі қорытындылау айдары. Құрметті оқушылар, жанұя әлемінің негізгі ұраны тіршіліктің тірегі, маңызы. Расында да жанұясыз адам бұл тамырсыз, сабақсыз, жапырақсыз және жеміссіз ағаш деп бекер айтылмаған сөз. Сабағымды аффирмация сөздермен аяқтаймын және осы сөздерді сіздер де айтуларыңызды сұраймын. Мен бүгін былай дегім келеді. Үйімде сөзіммен, ойыммен және ісіммен сүйіспеншілік қалыптастырамын. Отбасы мүшелеріне мейіріммен және құрметпен қараймын. Барлық қарым-қатынастарым үйлесімді болады. Жанұямның төрт құбыласы сай, бақыт ұясы болуын тілеймін. Өмірде мені жақсы көретін адамдарға ізгі тілек тілеймін. Құрметті оқушылар, отбасыларыңызға амандық, сүйіспеншілік, бақыт тілеймін. Сіздермен онлайн тренинг сабақты жүргізген педагог-психолог Салтанат Сайлаубекқызы Каратаева. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.